Қайырлы күн, достар. Сәлеметсіздер ме? Бүгін осындай керемет бауырдан жасалатын котлет дайындайтын боламын. Менімен бірге болыңыздар. Котлетімізді дайындау үшін алдымен бауыр, картоп, сарымсақ және пиязымызды барлығын алып, осылай блендерден өткізіп аламыз. Егер сіздерде блендер болмаса, мясорубкадан да өткізсеңіздер болады. Барлығын салып, майда болғанша жақсылап өткізіп алатын боламыз. Мінекей болды. Енді осыны арнайы басқа табаққа салып, жұмыртқамызды, ұнымызды араластырып, жақсылап пісіретін боламыз. Бұл котлетті бауыр жемейтін адамдардың өзі де жақсы сүйсініп жеп қоятын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте әдемі, өте дәмді шығатын котлет. Жақсылап араластырып аламыз. Қалауымызша тұз және бұрыш саламыз ішіне. Қосымша әдемі дәм беретін болады. Мінекей дайын. Сұйықтығы осындай болу керек. Барлығын жақсылап араластырып алдым. Енді қазір тапада пісіретін боламыз. Енді қызып тұрған тапамызға кішкене май құйып, котлеттерімізді ас қасықпен осылай алып, кішкенеден салатын боламыз. Домалақ етіп, котлеттің формасына келтіріп, әдемелеп салып, орташа отта қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Бұл котлет өте керемет дәмді шығады. Әсіресе кішкентай балалар өте жақсы тез жеп қояды. Мен балаларым мүлдем бауыр жемейді, сондықтан осылай білдірмес үшін осылай әдемі дәм беретін болғаннан кейін осылай әдемі ғып дайындап беремін. Осылай әдемі етіп салып, қып-қызыл болғанша әдемілеп пісіріп аламыз. Котлетке пісуіне шамамен 3-4 минут уақыт кетеді. Осылай жақсылап аударып алып, екінші жағын да қызарғанша пісіреміз. Мінекей котлеттер қып-қызыл әдемі болып шығып жатыр. Осылайша барлық дайындаған массамызды әдемелеп пісіріп алатын боламыз. Мінекей дайын болды. Осыларды аламыз енді. Мінекей котлеттің барлығын пісіріп болдым. Әдемі болып шықты барлығы. Осы дайындалған массадан шамамен 40-45 штук котлет шығады. Міне өте керемет, жұмсақ, сочный болып шықты. Дайындап көріп, міндетті түрде пікір қалдырып кетіңіздер.
Ал енді бізге ас болсын деймін. Сіздерге келесі кездескенше күн жақсы, сау болыңыздар.